Бүгінгі видеомыздан теңіздер туралы нақты қызықты деректерді қараңыз және әлемдік көптеген теңіздер жайлы көбірек біліңіз. Теңіз немесе мұхит әлемдегі барлық байланысқан тұзды суларды, оның ішінде 5 үлкен мұхитты сипаттау үшін қолданылатын сөздер. Географиялық тұрғыдан алғанда, теңіз суының нақты, неғұрлым ұсақ нысандарының атауында қолданылады. Әлемдік теңіздер әдетте үлкен 5 мұхиттың ішіндегі құрлықтағы құрлықтың бір бөлігін құрайды. Теңізге шыға алмайтын немесе теңіз түбіндегі су асты жоталарымен шектелген теңіздерде шекаралық теңіз деп аталады. Солтүстік мұзды мұхитының маргиналды теңіздеріне Баренц, Бофорт, Чукот, Кар және Лаптев теңіздері жатады. Оңтүстік мұхитының кейбір шекаралық теңіздері Амундсен, Рос және Уэдделл теңіздері. Атлант мұхитының кейбір шекаралық теңіздері Аргентина теңізі, Ла-Манш, Мексика шығанағы, Гудзондар шығанағы, Ирланд, солтүстік және Норвег теңіздері. Үнді мұхитының шекаралық теңіздеріне Андаман, Араб, Бенгал шығанағы жатады. Тынық мұхитының шеткі теңіздеріне Беринг, Шипалы, Маржан, Шығыс Қытай және Оңтүстік Қытай, Филиппин, Жапон, Охот, Тасман теңіздері мен Сары теңіз жатады. Жерорта теңізі бұл құрлықтар толығымен жабылған теңіз, сондықтан сыртқы мұхиттармен өте шектеулі су алмасуы бар. Бұл теңіздердегі судың айналымымен жиі су желдері ашық мұхиттың ағындарына емес, тұздылықтың және температуралық деңгейлерінің өзгеруіне байланысты. Жерорта теңізінің екі түрі бар: шоғырлану бассейндері мен сирету бассейндері. Концентрациялық бассейннің булану салдарынан ашық мұхитқа қарағанда тұздың жоғары деңгейі бар. Судың жоғарғы қабаты тынық мұхиттың судың ағыны, ал судың төменгі қабаты тұзды су. Сирету бассейні теңізге жауын-шашыннан және өзен арқылы түсетін тұщы судың мөлшеріне байланысты тұздылықтың неғұрлым төмен деңгейіне ие. Су жоғарыдан және ол теңізден ағады, ал тереңірек тереңдікте тұзды мұхиттық су құяды. Өкінішке орай, жерорта теңізінің бір түрі болып табылады және оның шегінде Адриат теңізі, Эгей, Альбор, Балеар, Иондық, Лигурия және терең теңіздері сияқты шекаралық теңіздер бар. Атлант мұхитында Американдық жерорта теңізі Мексика шығанағы мен Кариб теңізінің шекаралық теңіздерінің үйлесімі болып табылады. Үнді мұхитының жерорта теңізі Паршы шығанағы және Қызыл теңіз. Австралиялық жерорта теңізі Банда теңізін, Сұлу теңізін, Сулавеси және Ява теңіздерін қамтиды. Теңізге шыға алмайтын кейбір ішкі тұздалған сулар жиі теңіз деп те аталады. Бірақ бұл су объектілері шын мәнінде тұзды көлдер немесе гиперсалин көлдері болып табылады. Ішкі тұзды теңіздердің мысалдары Каспий және Өлі теңіз. Тұзды теңіздер бұл тұщы судан гөрі тұздылықтың жоғары деңгейі бар. Бірақ Балтық теңізі, Қара теңіз және Каспий теңізін қоса алғанда теңіз суына қарағанда төмен деңгейі бар.